Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз сіздерге 2021 жылы шыққан керемет дорама «Кисло сладкий. Вкус любви» есімді киноға қысқаша шолу жасаймыз. Сіздерден каналға тіркел анау-мынау демеймін. Жай ғана ертең достарыңыз болмаса құрбыларыңыз керемет кино шолу жасайтын каналды сұраса, сіздер бізді таппай қаласыздар. Сондықтан да өкінбес үшін біздің каналға тіркеліп қолдай кетіңіздер. Олай болса көп созбай біз бастаймыз. Танысып қойыңыздар. Чан Хок. Бұл жігіт біздің басты кейіпкер. Бұл жігіт қатты науқастанып ауруханаға түсті. Ол жөтелген кезде жанындағы адамдар желкеніп алысқа қашатын. Тіпті ата-анасы да, көрші жатқан пациенттері де, достары да оны жақтыртпайтын. Бірақ та Дайин есімді медсестра әрқашанда Чан Хокқа адал қызмет етті. Оған жазылып кетуіне тілек тілеп жымиып жүретін. Бір күні Чан өз палатасынан шығып ауруханан арылайды. Сол жерде кенеттен Дайинді кездестіреді. Дайин темекі тартып тұрған соң екеуінің әңгімесі жақсы өрбейді. Дайин өзінің саусағындағы жүзік ешнәрсе білдірмейді, жай сән үшін дейді. Қосымша жұмыста өте қатты шаршайтындығын айтады. Бұл кезде үлкен медсестра келіп қалады. Дайин темекіні Чан Хок шегіп тұр деп көрсетіп, бәлені Чанға жауып жібереді. Медсестра оған ашуланып палатаңызға барып жатыңыз деп айғайлайды. Почему курите здесь? Идите в палату. Ертесіне Дайин Чанға алғысын білдіреді. Не деген медсестраларға темекі шегуге тыйым салынған. Бұдан соң оның тарелкесіне тамақ жей бастайды. Бірақ ол байқаусызда болған соң тағы бір рет кешірім сұрайды. Кешкісін түн ортасында оянса, Дайин палатасынан басын жантая ұйықтап қалыпты. Сол кезде Чан бұл қыздың жұмысының қаншалықты ауыр екенін түсінеді. Әдейіге қыздың жағдайын жасайды. Ол қыз тоқ болсын деп тамағымен бөлісіп, барынша жағдайын жасауға тырысады. Және де далаға шығар кезде Чан өтірік көрініп далаға шығып, барынша Дайиннің жағдайын жасайды. Бұндай құрмет пен ізгілік Дайинге де ұнап, Чанды іштей ұната бастайды. Тіпті қолына жүректің жапсырмасын да жапсырады. Чанды ұнаса да өзінің әріптестерінің көзінше әдейі Чанды байқамайтындай кейіп танытады. Не дегенмен Кореяда адамның сыртқы келбеті маңызды болғандықтан әріптестерінен Чанды көрсетуге ұялатын. Бірнеше күн өткеннен кейін дәрігерлер Чанды ауруханадан шығарамыз деп ескертеді. Бұған Чан қапаланады. Не дегенмен енді қайтадан Дайинді көре алмайды. Кешкісін гүл алып қоштасысқа келген, бірақ та бүгін Дайиннің орнына бағанағы үлкен медсестра келді. Не дегенмен бүгін де Дайиннің сменасы емес еді. Бұның бәрін өзінің достарына айтады. Ал достары бұның бәрі сенің көзіңе жай ғана елестеген ғой деп мазақтайды. Ол ауруханаға қайта келіп, оның нөмірін алады. Дайин сені таппағаннан өзімді нашар сезіндім дейді. Чан да өз кезегінде Дайинға деген сезімін білдіреді. Дайин болса байыпты түрде Чанды өзінің үйіне шақырады. Және де үйге қон деп ұсыныс жасайды. Азанда Чан таңғы ас дайындап, свечасын, лампасын, жаңағы светін жөндеп береді. Бұған Дайин жылап Чанның ернен сүйіп алады. Осыдан кейін екеуі үнемі кездесіп жүрді. Ал тамақ ішу кезінде Чан Дайиннің қолындағы жүзігің жоқ қой деп сұрақ қояды. Ал ол жай ғана жүзікті жоғалтып алдым деп жауап қайтарады. Және де Дайин өзіне баспана алса жұмыс істеуін тоқтатамын дейді. Өйткені осы жұмыстың бәрі оған ұнамайтын. Бірнеше күннен кейін Дайинге демалыс берілді. Чан Дайинге жұп адамдарға арналған жемпір алмақшы болады, бірақ та екеуінің киім өлшемі екі түрлі болғандықтан олар ала алмайды. Ал келесі жолы Дайин Чанға бірдей жұптарға арналған кроссовка алады. Чан осы киімді киген соң арықтаймын деп ант береді. Енді бізге Чанның арықтаған кезін көрсетеді. Ол Дайинге азанға ас дайындап жұмысына кетеді. Ол офисте жұмыс істейтін, енді оның жұмысына басқа офиске ауыстырмақшы. Осыны Дайинге айтып үлгермейді. Не дегенмен жұмыс уақыты басталып кетті. Бірнеше күннен соң Чан Дайинді жұмыстан күтіп алады және де өзінің жаңа машинасын көрсетеді. Және де қымбат жүзік сыйлайды. Өзінің алғашқы жұмыс күнінде өзінен басқа мықты бәсекелестер болатынын түсінді. Бойон есімді әріптесімен бақталасады. Не дегенмен осы екі жұмысшыны стажер ретінде көріп, одан соң біреуін жұмысқа қабылдайды.
Кешкісін Чан Дайинге бәріне айтады. Дайин әріптестеріне жақсы жағынан көзіне түстеп кеңес береді. Ертесіне Чан барлық әріптесіне кофе әкеледі. Бірақ та Бойон Чанның рұқсатынсыз кофені алып әріптестеріне өз атынан сыйлайды. Және де Чан жұмыс істеп жатса, ол сен қате істеп жатсың деп аяқтан шалуға тырысады. Жаңа бір жобаны жүзеге асыруға Бойонға тапсырады. Бірақ Чан бұл көпірдің бұзылу қаупі жоғары деп ескертеді. Бұл күннен бастап Чан Бойонды мазақтай береді. Қатты шаршаған соң үйіне бара салысымен төсекке ұйықтай кетеді. Бойонда бәрі нашар, өйткені ол жобаны аяқтап біткен жоқ. Сол себептен оған офисте түнеуге мәжбүр. Чан Бойонға көп жеуге болмайтындығын айтса, Бойон бұл менің ұйықтамау үшін қолданатын амалым, маған бұл жұмысты аяқтауым керек деп жауап қайтарады. Сол жерде Чан Бойонға қаншалықты жұмыс ауыр екендігінің түсініп, оған түнде де көмектесе бастайды. Сол себептен ол Дайиннің жазған хаттарын елемей қалады. Екеуінің түн бойы жұмысының арқасында проектілерін бітіріп, әріптестермен бірге тамақ ішуге аттанады. Үйіне келсе, Дайин жұмысына кетіп қалыпты. Дайин оған свет лампасын ауыстыршы дейді, ал оны елемей Чан ұйықтап қалады. Ертесіне компания басшылығы Чан мен Бойонға жұмыстары үшін алғыс айтып, жаңа жобаны тапсырады. Осының кесірінен Чан үйіне баруды қойып, Бойонның айналасында уақыты өте бастайды. Дайинмен ара қатынасы да суи береді. Дайин онымен бетпе-бет сөйлесіп, өзі жайлы маңызды ақпарат айтпақшы. Екінші жоспары аяқталған соң Чан мен Бойон бірге мейрамханаға барады. Ал Дайин болса Чанға қоңырау шалып, бүгін үйге келем деп уәде бердің ғой десе, Чан әдейіге жұмыста қолым бос емес деп алдаусыратады. Ал бір жұмыс күні Бойон Чанға өзінің сезімі жайлы айтады. Ал бұл Чанға дереу үйіне қайтуға мәжбүрлейді. Дайин мен кездесе сала екеуінің арасында ұрыс орын алады. Чан Дайинді өзімшілсің деп айыптай бергенде, Дайин өзінің жүкті екенін айта салады. Жұмыста үнемі осы жайлы ойлана берді. Дайин осының өзін дәрігерлер растады дегенде ести сала, ол Бойонға дауыс көтеріп сөйлейді. Чан бос кезінде Дайинмен бірге акушерге барады және де тексерілу орталығында құжатқа баланың әкесін жазу керек дегенде, Дайин Чанға далаға шыға тұр деп айтады. Баяғыдай жұмыстан кейін қалмауы ұзаққа созылмайды. Не дегенмен Бойон қайта Чанды жұмыстан кейін жұмыс істеуге көндіреді. Бұл Чанның үйіне анда-санда келуіне себепкер болады. Ал демалыс күндері Дайин мен базарға барады. Базарда ол жұмысы жайлы наразы екендігін айтып, жалбайтады және де Дайинге алатын затыңды тездетіп алсайш деп машинаға жеткенде Чан бәрін интернет арқылы сатып алсай, сонда сен уақыт үнемдейсің, тез болады дей бергенде, Дайин жылап, мен сенімен көшеде қыдырғым келді дейді. Чан кешірім сұрай бергенде, Дайиннің атын Бойонмен шатастырып алады. Бұны өзі байқамаса да, Дайин оны толық естіді және де оны көзіме шөп салдың ба деп айыптай бастайды және де аборт жасатқанын айтады. Ал бұған Чан бұл екеуміздің кінәміз деп екеуі де ұрысып қалады. Оны үйіне жеткізіп сап қайта жұмысқа кетеді. Келесі күні де Дайиннің жүзігін лақтыра салады. Содан соң ол Бойонмен кездесе бастайды. Бірде оның телефонына Чечу атты қалаға билет алғандығы туралы, бірақ та Чан Дайинге қай жаққа баратынымды сен шешпейсің дейді. Бірақ та ол профилінде Дайин Чанды жақсы көреді деген сөзді байқамайды. Бұл жайттар Чанды жұмыста мазасын алып біртүрлі болады. Одан соң компанияның финалды отырысында компанияның тұрақты мүшесі ретінде Бойонды да Чанды да жұмысқа алмайды және де Чан енді баяғы жұмысына қайта оралуды жоспарлайды. Телефон шұқылап отырып, Дайиннің Чешу қаласына кетіп бара жатқан жазбасын көреді. Ойы бойынша оны әлі қуып жетіп қайтаруға болатынын, аэропортқа жүгіріп барып Семіз Чан Хонмен соқтықсады. Осы жерде Чан мен Семіз Чан Хок екеуі екі бөлек адам екен. Арық Чан 2 жыл бұрын Семіз Чаннан бұрын ауруханаға түскен және де Чанға да жүректің жапсырмасын жапсырып, бірдей кроссовканы алған. Ал Чан жұмыстан қалған кезде оған уақыт бөліп көңіл білдіргенде Семіз Чанды ұнатып қалады және де Семіз Чанның көмектескені, мысалға свет лампа ауыстыруы, ал баланың әкесін көрсететін кезде
Семіз Чанды әкесі ретінде көрсеткен екен, және де ресторанда жүзігін қалтасына салып, Семіз Чанға жай ғана жүзігімді жоғалтып алдым дей салған екен. Ал дәл қазіргі уақытта Арық Чанды дайын менсінбей қарап кете береді. Арық Чан болса қайта жұмысына оралады. Сол жерде Бойон Чанға 2 адамға арналған путевканы көрсеткенде Чан Бойонға ұсыныс жасайды. Бойон болса бірден бас тартып өз жөнімен кете береді. Ал Чан болса сол баяғы жалғыздықпен күн көшеді. Осымен достар, кино аяқталды. Соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.